Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын қазан кебабтың жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге қажетті заттар осылар. Картопты жуып тазалап, осылай кептіріп алдым. Етті де кептіріп аламыз. Қатты су болмау керек. Майға салған кезде шашырап кетуі мүмкін. Және дәміне қарай дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Кейін қызып тұрған майға картоптарымызды салып, екі бетін жақсылап қызартып қуырып аламыз. Енді екінші бетіне ауыстырып, бұның да екінші бетін жақсылап осылай қызартып қуырып аламыз. Толықтай барлығы қызару керек. Жақсылап қызарған картоптарымызды абайлап, қолымызды күйдіріп алмай барлығын алып шығамыз. Картопты қуырып болған соң, енді етті салып қуырамыз. Бұны да дәл солай картоп сияқты екі бетін жақсылап қызартып қуырып аламыз. Картоп пен етті қуырып болдық. Енді бұларды қазанға саламыз. Қазанның астын жай қойып, жаңағы қуырған майымыздан кішкене құйып, осылай жайғастырып шығамыз. Дәміне қарай түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Негізі пияз қоспасаңыздар да болады. Мен өзім пиязды қостым. Және бір белайдай су құйып жіберемін. Капуста болса, бетін капустамен жауып қойсаңыздар да болады, бұқтырып. Енді қазанның қақпағын жауып, астын жай отқа қойып қоямыз. Егер де еті пісіп дайын болса, оттың астын өшіріп, тамағымызды аламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, тез дайын болады. Егер де менің арнама тіркелмесеңіз, тіркелуді ұмытпаңыз.